Бүгінде ауданымызда елбасының рухани жаңғыру бағдарламасының аясында мемлекетіміздің, жеріміздің тарихын бейнелейтін және оған қоса ата-бабаларымызды тереңінен таныстыратын орталықтар ашылуда. Солардың бірі ретінде қазақ халқының көшпенді мәдениеті мен руханиятын танытып жүрген Намат этно-орталығын айтуға болады. Таяуда бұл орталықта туристерге арналған инфотур өтіп, бағдарламасы ерекше дайындалған іс-шара ұйымдастырылды. Жалпы Намат этно-орталығы ауданымыздағы Үшқоңыр тауының етегінде орналасқан тарихи этнографиялық таңғажайып кешен. Саяхатшыларға қашанда қонақжайлылығын танытудан жалықпайтын орталық туризм мен бақ өкілдеріне арнайы инфотур өткізіп, қазақтың дәстүрі мен тұрмыс салтын насихаттады. Шетелдік қонақтардың таңданысын тудырған этно-орталық алдымен қазақтың бірнеше ұлттық тағамдарынан шеберлік сабақтар өткізу арқылы келушілерді ас әзірлеуге үйретті. Осы этноцентр Наматта біз сол қазақтың тағамын дәріптеп, қазақтың тағамын көрсетіп, біздің тағамдарымыз өте денсаулыққа өте пайдалы, өте құнарлы, сондай. Қазақтың тағамы көп және денсаулыққа өте пайдалы дейді. Нақтырақ айтқанда, қарын көмбе деп аталатын ұлттық тағамның жасалу әдісін көптің назарына ұсынды. Одан кейін саяхатшылар көшпелі қазақтардың жауынгерлік жекпе-жектері кезіндегі айқастары бейнеленген көрініске куә болып, батырлардың сауыт саймандары мен қару-жарақтардың түпнұсқасы бойынша жасалған көшірмелерін ұстап, пайдаланып көрді. Қонақтардың қызығы мұнымен таусылмады десек те болады. Түстен кейін олар этно-орталықтың ішінде қатар тігілген қазақ үйлерді аралап, ержігіттердің спортқа деген бейімділігін жоғары көрсететін шеберліктерді тамашалады. Сонымен қатар облысқа танымал қолөнершілердің туындылары көпшілік назарына ұсынылып, ұлттық мәдениетіміздің тағы бір түсі дәріптелді деуге болады. Инфотурдың бағдарламасы бойынша шетелдік отандық саяхатты сүйетін жандар шара соңында жанды дауысты өнерпаздардың өнеріне тамсанып, қазақтың халық әндерінен сусындады. Сюжетті дайындағандар Дидар Мұхамадиев және Бағдаулет Талипов.